Құс түні тымырсық, аспан тұнжырап тұр, қар жапалақтап жауып, қараша ауылды үнсіз басып жатқан. Жаппардың үйінен азан-қазан дауыс шыққан күннен бері бұл ауыл тым үнсіз еді. Еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін бір сәтке болса да өмір мен өлімнің ара жігін сезініп қалған. Себебі Жаппар елдің тірегі, ауыл-аймақтың арқа тұтар азамат еді. Жаппардың артында көзі жәутеңдеген екі бала мен жесірі Маржан қалды. Маржан ақ жарқын, сабырлы келіншек. Тағдырдың талай бұралаңына қарамастан тірлігін тиянақтап, отбасын ұйытып отырған әйел еді. Қара жамылғанына 40 күн өтпей жатып, ауылдың үлкендері бір шешімге келді. Кеңесіп, ақылдасып, ата-баба салты бойынша қарлығашты әмеңгерлікпен күйеуге бермек болды. Бұл дәстүр жесір әйелді қайнінісіне немесе күйеуінің туысына қосу арқылы бала-шағаның өмірін қорғансыз қалдырмау, ұрпақты жетімсіретпеу үшін жасалатын ежелгі дәстүр. Бұл жолы таңдаулы Жаппардың туған інісі Қайрат. Жасы 26-да. Жұрт оны жуас, еңбекқор, тұйықтау жігіт ретінде білетін. Маржанның 5 жас кіші. Бұрын сонда Маржанды әйел ретінде көріп көрмеген. Бірақ ағасының артында қалған отбасын қараусыз қалдыру, анасы мен ағасының аманатын аяқасты ету Қайрат үшін намыс. Маржанның ішінде дауыл. Ол бұл шешімді оңай қабылдай алмады. Сырттай сабырлы көрінгенмен, іштей сан тарауға түсіп, ар мен ұяттың, махаббат пен парыздың арнасына түсіп жүрген еді. Менің жүрегім әлі де Жаппардікі деп жылайды анасына. Басқа жанға жар болуға дәтім бармайды, дегенде анасы Бәтима апа көненің көзін көрген кісі болады. Қызым, бұл тек саған емес, балаларыңа да керек шешім. Жаппар сені кім көрінгенге қалдырып кетті дейсің бе? Әмеңгерлік сенің еркіңе қарсы жасалатын нәрсе емес. Бұл сенің тағдырыңды тәртіппен жалғау, деді сабырмен. Маржан үнсіз қалды. Рас еді. Әмеңгерлік деген көнеден қалған, қатып қалған салт емес. Бала-шағаның қамы. Бірақ адам жүрегі біреуді ұмытуға, қайта сүюге дайын бола ма? Қайрат та оңай шешім қабылдамады. Ағасының артында қалған әйелі мен балаларын достық парызбен қамқорлауға дайын болғанымен, ер азамат ретінде оның да жүрегінде бұл шешімге деген күмәні көп еді. Ағамның әйеліне қалай қарайым, ертең ол мені шын ері ретінде қабылдай алар ма деген ойлар мазалап, ұйқысы қашты. Ақыры үлкендер үйлендіріп, той жасап, Маржан мен Қарлығашты некелестірді. Бірақ бұл үйлену емес, тағдырға көну секілді еді. Екеуі бір шаңырақ астында тұрғанымен бір-біріне жат, мүлдем бөтен болды. Араларында үнсіздік, сақтық, сабыр ғана бар. Уақыт өте берді, жыл артынан жыл өтті. Қайрат пен Маржан екеуі де өз рөлдеріне үйреніп, үй ішінде тыныш өмір орнай бастады. Балалар Қайратқа әке деп айтып кеткен жоқ, бірақ құрметпен қарады. Ол да солардың әкесі іспеттес, қамқор, сабырлы, ақылды еркек болатын. Бірақ Қайрат пен Маржанның арасында әлі де шынайы ерлі-зайыптылық болмады. Бір күні Маржан сыр шертіп үнсіздікті бұзды. Қайрат, саған қарыздарым, бірақ шын көңіліммен әйелім бола алдым ба, білмеймін, деді. Қайрат Маржанға қарап, қабағын көтеріп, үнсіз ғана жымиып қарап тұрды. Маржан, мен сені сүйем дей алмайым, бірақ құрметтеймін. Сен менің ағамның аманатысың. Егер уақыт өте сенің де маған деген сезімін оянса, мен қарсы емеспін. Болмаса сол құрметпен ақ өмірімізді өткізейік. Маржан оның сөзіне таң қалды. Бұл сөздер нағыз ердің сөзі еді. Ол сәл жымиып, алғаш рет жүрегінің түбінде тыныштық сезінді. Ешкімнен оған сүйдеген жоқ. Мәжбүрлемеді. Бұл ер адам оған еркіндік берді. Және сол еркіндік арқылы оның жүрегіне жол ашылды. Көктем шықты, жапырақтар бүр жара бастады.
табиғат жаңарған сайын адамдардың да сезімі өзгергендей. Маржан бір күні Қайратқа шайын апарып отырып оған ұзақ қарады. Бұрын байқамаған жайдары жүзін, қарапайым қимылын көріп, жүрегінде әлде бір жылылық пайда болды. «Рахмет, Қайрат», деді ол жай ғана. «Мен қазір шын мәнінде өз үйімде жүргендеймін». Бұл қарапайым сөз еді, бірақ Қайрат үшін әлемдегі ең үлкен мойындау болды. Жылдар өтті. Маржан мен Қайраттың бір баласы дүниеге келді. Алдыңғы екі балаға да ол шын әке болып, олардың үлкен өмірге деген жетеледі. Маржанның жүрегі біртіндеп жылынды, ашылды, сүйе де білді, бірақ Жаппардың орны ешқашан өшкен жоқ. Тек енді сол естелік жүректі ауыртпай жылытып тұратын. Ауылдастар арасында бұл жұпқа деген көзқарас әртүрлі болды. Кейбіреулер інісіне дейді деп іштей сөкті, бірақ олардың сыртқы өміріне қарап, бәрі тыныш, тату, бала-шағасы аман, берекелі жанұя екенін көріп, уақыт өте олар да үнсіз қалды. Бәтима апа көзі тірісінде бір айтқан: адам тағдыры жазу. Әмеңгерлік тағдырды бұзбай, сақтап қалудың бір жолы. Қайрат пен Маржан соны көрсетті. Маржан кейін өмірбаянын жазып, соңында мынаны жазды: «Мен бақытты болам деп Қайратты таңдаған жоқпын. Мен аманатқа адал болуды таңдадым. Бірақ адалдық пен сабыр бақытқа апарар жол екенін кеш түсіндім. Әр адамның жүрегінде екінші көктем болады екен», дейді. Бұл әңгіме қазақтың бір ұмыт болып бастаған дәстүрі. Әмеңгерліктің адам тағдырына әсері, оның қалай дұрыс жолмен атқарылса, жан жарасын емдеп, жаңа өмірге жол ашуға болатынын көрсетеді. Сонымен бірге әйелдің сабырлы, еркектің сыйластығы, қоғамның үкімі мен шынайы өмір арасындағы айырмашылықтар әңгіменің негізін құрайды. Бұл оқиға негізі өздеріңіз біліп отқан шығарсыздар, қазіргі таңда әмеңгерлік дегенді ешкім есіне де ала қоймайды. Бұл оқиға осыдан 15 жыл бұрын орын алған оқиға. Қазіргі таңда Қайрат пен Маржан өте бақытты отбасы. Қазір оларда екеуінің арасында 3 балалары бар, Жаппардың 2 баласынан бөлек. Сөйтіп бақытты, баянды ғұмыр кешуде. Әрине тағдырдың жазуына, Алланың ісіне біздің қолымыздан келетін ешқандай әрекетіміз, амалымыз жоқ. Сондықтан да тек қана мойын ұсынамыз. Әрине әр адамның шешімі, әр адамның өмірі өзінің қолында. Өмірден алынған арнасында тек қана шынайы оқиғалар ғана жарияланады. Каналға жазылып, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнамызда 99% адам жазылушысыз көреді екен. Сол кісілерден каналға подписаться кнопкасын басуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.